Параграф 50 туындыларды көбейіп функцияны зерттеу және функцияны графикін салу. 50-де 10-шы есеп. Бірінші, f от x тең 18x минус x-тің кубы. Бірінші бізде оның анықталу ойпағы минус шексіздіктен плюс шексіздік аралығы. Одан кейін жұптылыққа тақтылыққа зерттейміз. f минус x 18 көбейтілген минус x минус x-тің кубы минус 18x плюс x-тің кубы тең болады. Минусы жақша сыртына шығарамыз. 18x минус x куб. Бұл бізде тақ функция. Келесі ол бізде периодты емес. Нөлге теңестірейік. X-ті жақша сыртына шығарамыз. 18 минус x квадрат тең нөлге. X тең нөлге. 18 тең x квадратқа. X тең плюс минус түбір асты 18-ге ол тең болады. Плюс минус 3 түбір асты 2-ге. Енді x-ге 0 береміз. 18 көбейтілген 0 минус 0-дің кубы тең болады 0-ге. Бізге x-ге 0 берген кезде y-іміз 0-ге тең екен. Және де біз x-ге минус 3 түбір асты 2 бергенде біздің y-іміз 0 болады. Плюс 3 түбір асты 2 бергенде y-іміз 0-ге тең болады. Енді екінші бізде функциямыз үзіліссіз. Үшінші асимптоталары жоқ. Өсу және кему аралықтарын табамыз. Төртінші туындысын аламыз. f от x тең 18x минус x куб. Туындысы 18 минус x квадрат. 18 минус x квадрат тең 0-ге. 3x квадрат болады. Сонда 18 тең 3x квадратқа. X квадрат тең 6-ға. X тең плюс минус түбір асты 6-ға. Минус плюс минус болады. Минус шексіздікпен минус 6 аралығы және 6 бен плюс шексіздік аралығы бізде кемейді. Ал минус түбір асты 6 бен түбір асты 6 аралығы өседі. Кемейді, өседі, кемейді. Бұда бізде x минимум тең болады минус түбір асты 6-ға. Ал x максимум тең болады түбір асты 6-ға. Келесі бесіншісі ойыс төгес аралықтарын табамыз. Ол үшін екінші реттік туынды аламыз. 18 минус 3x квадраттан екінші реттік туындысы минус 6x болады. Минус 6x-ті теңестіреміз 0-ге, x тең болады 0-де. Яғни x тең 0, y тең 0 деген нүктеде бізде үйіру нүктесі болады. Бірінші есебіміздің графигі 18x минус x кубтың графикі. Осылай болады. Мұнда бізде жаңағы түбір асты 6 дегеніміз, минус түбір асты 6 минимум нүктесі, ал бұнда түбір асты 6 деген максимум нүктесі. Минус шексіздіктен мұндағы түбір асты 6-ға дейін бізде дөңес аралық, ал бұндағы минус түбір асты 6-дан плюс шексіздікке дейін бізде ойыс аралық. Мұнда 0-де 0 үйілу нүктесі. Және де түбір асты 18, яғни 4,243 деген нүктеде 0. Бұл бізде бір нүктесі. Бұнда минус түбір асты 18 деген екінші нүктеміз.
минус шексіздікте бүйдус түбір асты 6-ға дейін кебіп, бүйдус түбір асты 6-та плюс түбір асты 6-ға дейін өсіп, ода тағы да түбір асты 6-да плюс шексіздікке қарай кебіп тұр. Және де функциямызға қарап тұрсақ, тақ екені анық байқалып тұр. Келесі екіншісі f от x тең минус x куб бүйдус 6x. Бірінші бізде анықталу болса бүйдус шексіздік пен плюс шексіздік аралығы. Одан кейін период жұп тақ екен анықтаймыз. f бүйдус x тең бүйдус x-тің кубы минус 6 көбейтілген бүйдус x тең болады x куб плюс 6x. Минусы жақша сыртта шығарсақ, жақша іште бүйдус x куб бүйдус 6x қалады. Демек функциямыз тақ. Периодты емес. Енді координаты өстербе қиылысы нүктесін табайық. Бүйдус x куб бүйдус 6x тең 0-ге. X-ті жақша сыртта шығарсақ, минус x шығарайық. Сода жақша ішінде x квадрат плюс 6 қалады тең 0-ге. X тең 0-ге. X квадрат тең емес бүйдус 6-ға. F 0 тапсақ, минус 0-ді кубы бүйдус 6 көбейтілген 0 тең болады 0-ге. Демек бізде 0-де 0 деген нүкте бар. Келесі екіншісі функциямыз үзіліссіз. Асимптоталары жоқ. Онан кейін төртіншісі туындысы табамыз. Бүйдус x куб бүйдус 6x. Минус 3x квадрат бүйдус 6. Минус 3x квадрат бүйдус 6-да тегестіреміз 0-ге. 3x квадрат минус 3x квадрат тең 6-ға. X квадрат тең бүйдус 2-ге. Функция минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін кемейді. Минус x куб бүйдус 6x функциясы графикі. Міне, 0-де 0 үйілу нүктесі минус шексіздіктен 0-ге дейін кемейді, 0-ден әрі қарай тағы да кемейді. Үшіншісі f от x тең x-тің 4 дәрежесі бүйдус 16. Функциясы берілген. Бірінші анықталу болса минус шексіздік пен плюс шексіздік аралығы. Одан кейін жұптылығы тақтылығын анықтаймыз. F бүйдус x тең минус x-тің 4 дәрежесі бүйдус 16 тең болады x-тің 4 дәрежесі бүйдус 16. Бұл функция бізде жұп функция. Келесі периодты емес. X-тің 4 дәрежесі бүйдус 16-да тегестіреміз 0-ге. X-тің 4 дәрежесі тең 16. X тең плюс бүйдус 2-ге. F 0 тең болады. 0-дің 4 дәрежесі бүйдус 16 тең бүйдус 16-ға. X-біз бүйдус 2 болғанда, Y-біз 0-ге тең. X-біз плюс 2 болғанда, Y-біз 0-ге тең. Және де X-біз 0 болғанда, Y-біз бүйдус 16-ға тең. Екінші функциямыз үзіліссіз. Және үшінші асимптоталары жоқ. Төртінші туындысы табамыз. Өсу кебу аралықтар жазамыз. X-тің 4 дәрежесі бүйдус 16. Туындысы 4, X-тің кубы. 4x-тің кубы тең 0-ге. X тең 0-ге. Минус шексіздік пен 0 аралығы бізде кемейді.
Ал нөл бет плюс шексіздік аралығы өседі. Үшіншісі x 4 дәрежесі минус 16 функциясының графигі. Міне, мұнда минус 2-де 0 деген нүкте, мұнда 2-де 0 деген нүкте. Минус шексіздіктен бұнда 0-ге дейін кебіп, 0-ден плюс шексіздікке дейін өседі. Функциямыз үзіліссіз, асимптоталары жоқ, жұп функция, және де периодты емес. Біздің функциямыз дөңес функция. Келесі төртіншісі f от x тең минус x 4 дәрежесі плюс 4x. Бірінші анықталу облысы минус шексіздік пен плюс шексіздік аралығы. Одан кейін жұптылыққа тақтылыққа зерттейміз. Минус x 4 дәрежесі плюс 4 көбейтілген минус x. Тең болады минус x 4 дәрежесі минус x. Бұл бізде жұпта 4x болады, жұпта тақта емес. Онан кейін периодты емес. Нөлге тегестірейік. Минус x 4 дәрежесі плюс 4x тең нөлге. Минус x 4 дәрежесі тең минус 4x. Тегестірмей тұрып, минус x-ті шақшастырда шығарып жүрсек, x-ті кубы минус 4 қалады, тең болады 0-ге. X тең 0-ге. X-ті кубы тең 4-ге. X тең болады 3-ші дәрежелі төбір асты 4-ге. F 0 тең болады минус 0-дің 4 дәрежесі плюс 4 көбейтілген 0 тең болады 0-ге. 0-де 0 деген нүкте бізде болады, және де x-іміз 3-ші дәрежелі төбір асты 4 болғанда, y-іміз 0 болады. Функциямыз екінші үзіліссіз. Үшінші асимптоталары жоқ. Төртінші өсу кебу аралығы табу үшін f от x-тің туындысын алайық. Бірінші туындысын аламыз. Минус x 4 дәрежесі плюс 4x-тен туынды алсақ. Минус 4x-тің кубы плюс 4. Минус 4x-тің кубы плюс 4 тең 0-ге. Минус 4x-тің кубы минус 4 тең минус 4. X-тің кубы тең 1-ге. X тең болады 1-ге. Бізде функция минус шексіздік пен 1 аралығында өседі, және 1 мен плюс шексіздік аралығында кебейді. Және x максимум нүктесі тең болады 1-ге. Минус x 4 дәрежесі плюс 4x функциясының графигі. X максимум 1 нүктесі, мұнда 0-де 0 нүктесі, бұнау жаңағы бізде 3-ші дәрежелі төбір асты 4-те 0 нүктесі. Минус шексіздіктен 1-ге дейін өсіп, және 1-ден плюс шексіздікке дейін кебіп тұр. Бізде функциямыз төбеге қарай дөңестелгендіктен ойыс болады. Минус шексіздіктен плюс шексіздік аралығына дейін ойыс.